Локи деген кім? Локи Эльбафтың ханзадасы, король Харальдтың ұлы. Ол алыптардың корольдік әулетіне жатады және Эльбаф тарихындағы ең қауіпті тұлғалардың біріне айналған. Оған бірнеше атақ берілген. Қарғыс атқан ханзада Эльбафтың ұяты және де өзінің айтуы бойынша күн құдайы. Дәл қазіргі уақытта ханзаданың жасы 63-те, ал негізгі бағасы яғни басына берілген 2,6 миллиард берри. 2,6 миллиард берри өте жоғары сыйақы, бірақ оның нақты не себептен ерекше деп бағаланатыны ұзақ уақыт бойы құпия болды. Неліктен Локи қарғыс атқан? Локидің балалық шағы өте ауыр болған. Оның анасы Эстрид Локиді жақсы көрмеген, тіпті оның ерекше көздерін жаман белгі ретінде қабылдаған. Осы кішкентай Локи туылған кезде анасы қатты шошығанынан осы Локиді лақтырып жіберген. Неліктен? Себебі оның көздері өте қорқынышты болған. Өздерінің айтуы бойынша Локи дүниеге келгеннен бері бақытсыздық көбейді деген түсінік пайда болады. Сондықтан бала кезінен Локиді қарғыс деп санаған. Бірақ кейін біз оқиғаның толық шындығы бізге әдейі жасырылғандығын түсінеміз. Көпшілік фанаттар Локи өз әкесін өлтірді деп қате ойлап жүр. Міне ең үлкен құпиялардың бірі: бастапқыда бүкіл Эльбаф Локи әкесі Харальдты өлтірді деп ойлайды. Иә, Локи өз әкесін өлтірді, бірақ король Харальдтың Эльбафтың дүниежүзілік үкіметтің бақылауынан қорғауға тырысқан. Харальд өз аузымен Локиге мені өлтір деп айтады. Неліктен? Себебі имсама Харальдты басқарып алады. Иә, барлығын басынан бастайық. Қалай басталды және де қалай аяқталды? Ең басынан бастайтын болсақ, Харальд ең алдымен Шебекпен сөйлесіп жатады. Харальд пен Шебек негізінен дос және де екеуі бір-бірімен күнде қырылысады. Сол кезде Шебек оған ұсыныс тастайды. Харальд: екеуміз бұрыннан бері бір-бірімізді танимыз, сен менің командама қарай қосылсаңшы деп айтады Роксади Шебек. Харальд болса ол ұсыныстан бас тартады, себебі Эльбафты қорғайтын адам қажет. Ол кезде Шебек оның жағдайын түсінетіндігін айтады, бірақ та Харальдты қалайда өзінің командасына қосуы қажет. Харальд негізінен сәл ақымақтау адам, соны пайдаланып біздің Дэвиди Шебек оған ұсыныс тағы да тастайды. Келесі ұсыныста Шебек оған былай деп айтады: екеуміз қане шайқасайық, егерде мен жеңсем менің командама қосыласың деп айтады. Харальд та өзіне сенімді және кеттік деп екеуі шайқасты бастайды. Екеуі шайқасып болғаннан кейін Шебек өзінің ұтатындығына сенімді болады да Харальдты әдемілеп тұрып оған жазасын береді. Міне мен жеңдім, қане енді менің командама қосыл деп айтады біздің Шебек. Харальд ашуланады да мен бәрібір де бұл Эльбафты тастап кете алмаймын деп айтады. Және осыдан кейін бәрібір де осы Харальд Шебектің командасына қарай қосылмайтындығын айтады. Былайша айтқан кезде сөзінен секіріп кетті ғой бала. Осы оқиғалардың барлығын естіген Гарасейлер Харальдпен кездесуге шешім қабылдайды. Гарасейлер келеді және Харальдқа ұсыныс тастайды. Харальд: сен өте мықты адам екенсің, сен біздің бастығымыз болсаңшы деп айтады. Харальд жаңалдегі біз айтқандай сәл ақымақтау адам, осы сөзге еріп кетеді де Гарасейлердің артынан Мариджоаға қарай барады. Мариджоаға қарай барған кезде бос тақ тұр деп ойлайды, бірақ та ол тақта яғни тронның үстінде имусама отырады. Харальд сәл қорқып кетеді де Гарасейлерден сұрайды: сендер жаңа ғана менің бастығым боласыңдар деп өздерің ұсыныс тастаған жоқсыңдар ма деп айтады Харальд. Гарасейлер айтады: иә, сен біздің бастығымыз боласың, бірақ та мына қара киімдегі адам саған өмірлік яғни бессмертность береді деп айтады. Гарасейлер Харальдты қалайда болсын тұзағына түсіру қажет. Харальд имсамамен танысады да оған бессмертность береді. Харальд болса мен енді әлемнің патшасымын деп өз-өзін алдап жүреді. Біраз уақыт өткеннен кейін Харальд бір дауыстарды естіп жатады. Ол дауыстарды сөйлеп жатқан әлбетте имусама. Харальд осылайша ұзақ уақыт жүреді де және кейіннен өзінің тұзаққа түскендігін түсінеді. Содан кейін қалайда болсын өз-өзін өлтіруі қажет, не болмаса мына Эльбафтағы бүкіл балалар өліп кететіндігін жақсы біледі. Харальд өз-өзін басқара алмай жатады. Сол кезде имусама оны басқарып алады да барлығында қырып жатады. Бұл жерде Шанкс және де барлық гиганттар тұрады. Сол кезде Хайрудин бұл нәрсені тоқтата алмайтындығын түсінеді. Барлығы да ары ойланады, бері ойланады. Кейін бұл адамды тоқтата алатын тек қана оның баласы Локи екендігін түсінеді. Гиганттар мен Хайрудин Локиға қарай жүгіріп барады да оны босатады. Локи барған кезде қатты қынжылады, себебі өзінің әкесінің тұзаққа түскендігін көріп жылап жібергісі келеді.
Кейінірек Харальд өз-өзін басқара алмайтындығын және де мені тез арада өлтір деп Локидің өзіне айтады. Локи болса жылап жібереді, себебі қандай дені дұрыс адам өз әкесін өлтіреді. Харальд болса бақылаудан шығып кетеді. Сол кезде тез арада мені өлтір деп тағы да айтады. Локи амалсыздан, шарасыздан өз әкесін өлтірейін деп жатқан кезде Харальдтың ең соңғы сөзі мен саған сенемін балам, мен сені жақсы көремін деп айтады. Ең соңғы рет Локи мен Харальд кездеседі де амалсыздан өз әкесін осылайша өлтіреді. Және осы уақытқа дейін Локи қалай өз әкесін өлтіргендігі жайлы ешкімге де айтпайды. Әкесі үшін осы уақытқа дейін байлауда отырады. Міне біз сіздерге кішігірім болсын Харальд пен Локидің оқиғасы жайлы айтып бердік. Ал әрмен қарай Локидің өзі жайлы кішігірім теориялар мен ақпараттарды сіздермен бөлісейік. Элбаф арқасында Локи мен Луфи кездеседі. Локи өзін күн құдайымын, яғни мен Никамын деп өз-өзін жариялап жүреді. Локидің ойынша күн құдайы жауыз, яғни әлемді жоюшы деп ойлайды. Ал Мугивара Луфидің ойынша Ника еркіндік, күлкі, азаттық. Осылайша екеуінің арасында қарама қайшылық пайда болады. Локидің тағы да бір үлкен артықшылығы ол Рагнир дегеніміз Локидің қаруы, яғни балғасы. Рагнирдің ерекше қабілеттері бар және Локидің хиджөк жемісін бірге қолданылған. Сондықтан да Локидің қаруы өте мықты, ол бір островты жойып жіберуі мүмкін. Және біздің осы алып Локиді 3 хаки типі де бар. Ол хаки типін өсе келе алған жоқ, кішкентай кезінен бері бар екен. Және де кейбір фанаттардың ойынша Локи мен Шанкс кезінде шайқасқан деп ойлайды. Сол шайқас барысында Шанкс Локиді жеңеді де артынша Йонко дәрежесін алған деп те ойлап жүр. Мен сіздерге айтар едім, Локиде әлсіз адам емес және Шанкста да өте мықты хаки типтері бар. Сол себепті де Локи мен Шанксты дәл қазір салыстыру ақымақтық. Естеріңізде болса, ең басында Локи мен Луфи кездеседі. Сол кезде Локи Шанкстың жаман адам екендігі жайлы Луфиға айтады. Луфи ашуланады да Локиға қарай шабуыл жасайды. Артынша Локи ренжіп қалады да мен саған енді ешқандай да информация айтпаймын деп айтады. Локи бізден қандай шындықтарды жасырып жүр деп ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарияға қарай жаза кетсеңіз болады. Осымен болды достар. Келесі видеода біз Локи жайлы сіздерге толықтай информацияларды айтып беретін боламыз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Микопис, келесіде кездескенше достар.